Жақындаған жақсы ма? Жақында кішке жақында. Айт! Ya bazı kara bölüştü. Oo, ana gibi. Басқыла. Қайсы салып бар, қарама. Сары кетті. Базар, баға сеген қалай шығып жатыр? Әдеп, тайганда кетті. Әдеп, тайганда кетті. Ай, молодец. Ай, молодец. Видишь, для гостей вон, Рогач сам пришел. Стоило того, да? Стоило того. Гостям вон, Рогач. Я міне қазір біз 6-шы топты аяқтадық. Бұл бүгінгі күнге жоспарланған соңғы топ. Соңғы топ өте қиын болды. Азат мырза, ұзақ іздедік, бірақ енді текесі болды. Текесі соған тартыды. Қонақтардың бағына орай жақсы теке шықты. Айтқали ағамыздың көкқаншығы алды. Одан кейін екінші Нұрбек ағамыздың тайғаны жақсы отырды. Сол екеуі енді сол финалға шығып жатыр. Жақсы. Қазір енді сөйлесіп алайық, осы топтың жеңімпаздарыменен. Айтқали аға қайда? Соғыстың тазысы ма? Мынау да інісі ғой, екеуі бірге ғой. Сұхбат бересіз ба? Өзі ма? Қазір Айтқали ағаны ұстап алайық, жүріңіздер, барайық бірге. Міне, тазысы келе жатыр, және тайғанның иесі жан Нұрбек мырза осында жүрген сияқты байқап қалдық. Бәлкім сол кісіден сұхбат алу керек па? Міне келе жатыр. Алдынан күтіп алайық. Бұл 6-шы топ, халықаралық топ. Айтып өткеніміздей, Қырғыздың тайғандары мен Ресейден келген, Омбы қаласынан келген Айтқали ағамыз. Жеңіс құтты болсын. Амин, рахмет. Қалай болды? Айтып кетіңіз. Ұзақ іздедік. Жақсы. Шаршаған жоқсыз ба? Мен шаршадым, иттер де шаршады. Бар жақсы болды. Қалай енді? Ощущение қалай? Ощущение адреналин. Рады, да, что вы вышли в финал? Конечно, очень рад. С такой дали приехать и очень рад быть в финале. Қазақ еліне рахмет. Қалай енді, қайсы самый фаворит у вас, да? Тазы выиграл. Фаворит серый, серая вот моя. Это она выиграла? Да, это дочь, это мама, это дочь серая. Она серая всю скачку вела, и потом в конце мама помогла ей. Хорошо, давайте желаем удачи в финале, что выиграли. Мне қазір Айтқали ағамыздың екі тазысы айтып тұр. Біреуі, мынау шешесі, иә? Мынау қызы, міне, осы тазы бүгінгі, Айтқали аға бір көрсетіп жіберейін видеоға. Көріп тұрғандарыңызда, есімі кім? Жетер. Жетер деген тазы. Жетер деген тазымыз бүгін мақсатына жетіп тұр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, енді ертеңгі финалдық сайыста көреміз. Қазір міне, ұйымдастырушылардың қуанышында шек жоқ. Нұрбек мырзаны көрейік қазір. Нұрбек мырза, ассалаумағалейкум тағы да. Нұрбек, ассалаумағалейкум. Финалым. Рахмат, финалға шықтық бұл? Шықтық деп жатыр ғой, білмеймін ғой. Қырғыздар қалай болды Забек өзіңізге? Жақсы болды, ұнады. Тайғаным жақсы қуалады. Екінші көрдім. 2-3 болды ғой. 2 болып қуалап кеткен, азыр көрөбүз. Видеодан қандай деп организаторлар айтады. Бирок жақсы өзім ұнады қандай қуалаган. Мындай кең таладан эл қуалай элек болчу. Биринчи қуалашы. Жақсы. Рахмат. Елікті ұзақ іздедіге тоңып қалған жоқсыздар ма машинада? Тоңған жоқпыз. Охотниктер тоңбойт да, бұл 1 саат тештик эмес да. Күндөп бирөөбүз тоодо.
күтіп келіп міне елік көріп тұрсыздар. Еркек ана мүйізі бар. Қалай ощущение? Сон теке. Ощущение жақсы болды. Көрдік көпке естегенге көргенде сүйініп. Ошо, жақсы. Тамаша. Құттықтаймыз ендеше. Бұйырса финалға шығып жатсыздар. Міне бізде бүгінгі теке. Кім? Болды. Түсіруге бола ма, болмай ма? Для себя түсіріп алайық. Өзім үшін түсіріп алайық. Өзімізде түсіп алайық, братан. Біз түсіп алайық, жігіттер, ренжімесеңдер. Мына түсіп алсын, Нұрбек аға түсіп алсын. Из рога вот возьмите. Фото. Пара, отырыңдар сіздер. Газ. Так, фондон былай тұрмын. Бір түсіп жіберсек бола ма, братан? Съемочный группа, сосын біз кетеміз. Давай, бақаға. Я бір тазы беріп, таза олшы, братан. Нүреге. Босай. Тайга беріңізші, байге. Тайгасын алып алыңызшы, фото Бір таза. Дайте нам фотку, пожалуйста. Алып. Отырыңыз аға. Отырыңыз. Міне бүгінгі жарыс күнінің іріктеу бәсекелері аяқталды. 6 топқа бөлінген қатысушылар, ішінде 100-ден жүйрік шыққан тазылар ертең финалдық бәсекеде бақ сынайды. Күн өте тамаша, рең беріп тұр. Ешқандай бір қиналған немесе кесірін тигізген сәт болған жоқ. Міне жарыстың алғашқы іріктеу бәсекелерін аяқталдық. Енді аяқтадық. Енді қазір біраз уақыттан кейін ұйымдастырушылар бізге сол финалға шыққан тазылардың кім екенін айтады, және саясшылармен де сол кезде жақынырақ таныса жатармыз. Соңғы бүгінгі жарыс күнінің аяғы осылай аяқталды. Осылайша алғашқы күннің іріктеу бәсекелері аяқталды. Біз қайтадан Тайыншаға оралып, сол жерде плей-офф сатысына жолдама алған тазыларды білуге асықтық. Ал құрметті көрермен, мыңнан бір жүйрік дала сынағының бірінші жарыс күні аяқталды. Өте қызықты, тартысты бәсекелер болды, және сол 6 топтың ішінен іріктеліп шыққан біз жүйріктерді, финалға шыққан тазыларды анықтадық. Қазір санаулы сәттен кейін олардың есімін атап түстейміз. Ал оған дейін осы финалдық бәсекеге шыққан тазылардың айқасын, жарысын, дала сынағының қызықтарын аз кем тілге тиек ете отырайық. Менің оң жағымда дәл осы жарыстың бас ұйымдастырушысы Азат мырза және жарыстың бас сарапшысы Алтай мырза келіп отыр. Енді Азат мырза, өзіңіз ұйымдастырушы ретінде айтып кетсеңіз, қандай қызықтар болды және қандай кем-кетіктер болды? Ұйымдастырушы ретінде алғашқы жарыс күніне көңіліңіз толды ма? Кем-кетіктер енді бас жағында болды енді. Бірінші топта шамал қателіктер кетті. Жігіттер паникаға беріліп дейді, ол паникаға беріліп, қайсы қаяғына шыққан білмей, әр машина, әр еліктің соңынан сол жерде бір 2 топ екіліктен бөлініп кетті. Енді жалпы топтық кезеңдер әдемі өтті деуге болады. Басынан бірінші топта шамал қателіктер болды. Түсініспеушіліктер болып қалды. Жігіттер жаңағыдай енді аңғарап келатқаннан кейін шамалы бір эмоцияға беріліп, 2 топ 2 жаққа, 2 елікке жіберді тазыларды. Ол өзі бөлінген иттердің ішіндегі жеңімпаздарды есептедік. 2 жақты тазылар да елікті алды. Сол себептен бірінші топта енді қателіктер болғасын, сол жерде ақылдасып жақсы шешімге келдік. Негізі барлық тазыларды бір машинаға тиеп, сол бір машинадан жіберуге. Қалған топтық кезеңдерде жалпы ондай үлкен проблемалар болған жоқ. Аңның шоғырлануы өте керемет ауданда. Енді мына шыққан көбіне топтық жеңімпаздарда, мысалы, бізде қазір 8 үздік шықты. Сол 8 үздік осы жерде мен ойлаймын шоқтығы өте биік тазылар. Себебі мен өз мына тазылардың шамасына қарай бөлдім да топқа. Мысалы, біздерде Көкшоқай деген мықты тазымыз, осы Көкшетаудың Көкшоқайы.
ол бірінші топтың жеңімпазы атанды. Яғни мықтылар бір топқа түсіп бір-бірін алып тастамасын деп бөліп тастадыңыз ғой? Бұл жерде біз мықты тазыны анықтау мақсатында рейтинг дейді, ол кішігірім Алтай екеуміз рейтинг жасап, Алтай мырзамен осылай мықты тазыларды топқа бөлуге тырыстық. Жарыстың басында, топтық кезеңнің басында мен айтып отырған тазылар жобамен жеңімпаз атанды. Бүгін енді тазылар жаратылып тұрып, ертең одан да жақсы жүгіріс көрсете ме деген осы ниеттеміз. Тамаша. Енді Алтай мырза бас сарапшы ретінде осы жарыс күнінде тоқталып кетсеңіз, көңілден шықты ма? Бәсекелер сіз күткендей бәсекелестік болды ма жалпы жарыс аймағында? Жалпы қатысушылардың осы финалдық ақтық кезеңге өтетін тазыларды Азат мырза айтқандай, жобамыз дұрыс шыққандай болды. Енді дегенмен де бұл дала сынағы ғой, далада әртүрлі жағдайлар болады. Кейбір жүйріктердің бағы жанбай қалып жатқан жағдайлар бар. Дегенмен де ойдағыдай өтті. Күн өте ауа райы жақсы болды. Жердің құрғақтығы жаңағы ауыр болмауы деген сияқты. Сосын иттердің нақты өзінің жұмыс көрсете алатын мүмкіндігін көретіндей біздегі барлық жағдайлар жасалды. Себебі жердің жазықтығы деген сияқты көре алмай қалып, көзінен ұштың кетіп қалып, не болмаса жаңағы біздің Тасада қалып аңымыз, тасада қалып, аңымыз не болмаса жаңағы көзінің ұшында орманға кіріп кетіп деген жағдай болған жоқ. Көз алдымызда барлық тазыларға нақты бағалар берілді сарапшылардан. Ақтық сынға жалпы 6 топтан 8 тазы қабылданды, жаңа айтылғандай. Ол жер кейбір топтан 1 емес 2 тазы өткен жағдай болды. Осылайша біз ақтық кіл жүйріктерін таңдап алдық. Тамаша. Енді бұл жерде бір ескеретін нәрсе, топта бірінші келді, екінші келді деген жоқ, тек топтан 2 тазыға ғана жолдама беріп отырған жағдайлар бар. Оны бірден атап айтып кету керек. Ендеше уақыт созбайық, мына жерде бізде қазір телекөрермендерден бөлек, дәл осы біздің киіз үйімізде жарыс аймағы өтіп жатқан, дала сынағы өтіп жатқан бәсекеде барша осы саятшылар, аңшылар, тазы ұстайтын бапкерлердің барлығы осында телміріп қарап тұр. Сөз кезегін өздеріңізге ұсынайын, рет-ретімен осы бірінші топтан бастап хабарлап. Нәтиже көрсеткен тазыларды бір атап өтіп, жігіттерді марапаттаймыз. Бірінші топтық кезеңнің жеңімпазы Көкшоқай. Қошеметтеп қойыңыздар. Көкшоқай өте жаңағы менің ойымша басты фавориттердің бірі деп есептеп, бұны бірінші топтың бірінші тазысы құтты болсын. Көкшоқай. Бісміллә деп міне. Көкшоқайға 1000-нан бір жүйрік деген атақ беріледі. Бұл Қазақстанда елді. Осы бір 10 күннің ішінде өтіп тұрған екінші жарыс. Көкшоқайдың иесіне осындай жолдама біздің жарысымыздың тұрақты қатысушы ретінде бола алатындай. Қолына берсеңізші. Мынау не дейді, жігіттерге көрсетіп жіберейін. Медаль деп осындай жолдама бұл. Болашақ жарыстарға құтты болсын. Және де бүгінгі топтық кезеңде дараланып көзге түскен Құпия есімді тазымыз батыс жүйрігі, батыс Қазақстан облысы. Қош, құтты болсын. Міне, қолына алып қойыңыз. Батыс Қазақстан облысының жігіттерінің 2 тазысы да финалға шықты. Келесі Батыс Қазақстан облысы Нұржан бауырымыздың Ақтөс есімді жарысымыздың басты фавориті болып саналып жүрген. Құтты болсын. Финалдық сайысқа жолдаманы жабуымыз. Болды енді. Мені неге Ақтөспен бір топқа салып қойғансың да? Бүгін Бәрекелді. Нұрашев Нұрғали бауырымыздың Гүлсары атты тазысы Асылмұра Алматы қаласы. Осы топтық кезеңде ерекше көзге түсіп Келесі финалға жолдама алған. Жартылай финалға деп айтайық. Мінекеңіз, кел. Бәрекелді. Финал жолдамаға алтын. Айда. 5-ші топ. Топтық кезең жеңімпазы атанып Айқас есімді Хантөре Дархан
Ақтөбе жарғақтары құтты болсын. Бері қарай әкеліңіз. Ортаға қарай. Ай! 5-ші топтан шыққан Ары қарай Қарағыз есімді Дай ар жаққа шыға бер. Жанабаев Алишер, Ақтөбе облысы дәстүрлі аңшылық. Сіз байлап тұрсаңыз мен беріп тұрайын жаныңызды. 6-шы топтың жеңімпазы Әбілқасымов Айтқали, омбы таз жанашырлары құтты болсын аға. Соңғы текенің икері құтты болсын аға. Ағамызға осы бүгінгі алған текесіне менен сыйлық бір жабағы. Келесі 6-шы топтан шыққан ұлар Жолдашбеков Нұрбек. Нырғыз бауырлардың Алатауды бөктерлетіп аңға салған тайғаны міне қазақтың даласына кеп жолдама алып бізді демеулеп қолдап осы мыңнан бір жүйір дала сынағына өзінің бір көмегін беріп демеушілік танытқан Данияр Дауке ағамыздың атынан Байекеге бір тай. Әне топтық кезеңде ерекше көзге түсіп айтып атым ғой, проблемный топ болды. Ақтөбелік жарғақ жігіттер біздер үлкен топ басқа електің артынан кетіп қалды. Жаңа жігіттерден көріп жатыр, мен көзім жетпей соңына қалдырып отырмын да. Видео дәлелін Оралдың жігіттері көрсетіп, бөлек деген ақтөбелік тазымыз. Құтты болсын. Оған да финалға жолдама. Осы топтық кезеңде жақсы көзге түсіп, өзіміздің Нұрғали бауырымыздың тағы бір таз қошеметтеп қойыңыздар. 2 тазы. Құтты болсын. Ережеге сүйенетін болсақ, біздерде енді 3 минутқа толық оқ жетпес атты тазы алдыңғы топтың алды болып келді. Оқ жетпеске жолдама береміз. Маған жеке өзіме ұнаған тазылар бар. Соларға мен жолдама бергім келеді. Ол Павлодарлық Қасқалдақ есімді тазыға 5-ші топта жүгірген жолдаманы бергім келеді. Себебі 5-ші топ өте қиын топ болды. Сондай жақсы аң кездесіп. Қасқалдақ менімше финалға лайық тазы. Құтты болсын. Арамызда Балқаштан келген ағамыз бар. Осы кісі де сол жаңа группа смерти қайсыз деп кеше сұрадыңыздар. Сол группа смертиде көзге түскен дауыл көкесінді тазымен 1 жасар таз екен ағамыз. Келесі жарысқа осы тазымен фаворит деп ойлаймын. Басты үміткерді. Құтты болсын. Сізге де келесі жарыстарға жолдама. Келесі жолдаманы осы жерде алыстан ат жерлетіп келген біздің арамызда жұлдызымыз дейді, ютубер Нұреке, сізге. Дұрыс тазылар ұстап. Енді бір сыйлық Ғабекеңе де ойлаймын. Өзімнен бір тазыға дәстүрлі аңшылықты дәріптеп, осы жігіттердің басын қосып, әрқашанда саудырын өткізетін азамат. Шалқар ауданынан келген. Арпа ішінде бір бидай дейді. Арамызда Қырғызстаннан келген Эджи, қош келдіңіз. Сізге памятный, сізге памятный медаль мыңнан бір жүйір.
Ардақты ағайын, қадірлі көрермен, жарыстың алғашқы күні аяқталды. Еліміздің әр түкпірінен жиналған тазылардың арасынан ең үздік 12-сі келесі кезеңге жолдамалды. Ендеше мыңнан бір жүйрік атанып, дала сынағына дайынсыздар ма? Дайынбыз! Сәттілік! Рахмет!